Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі 2 сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтін және оның түрлері. Бүгінгі сабақта мәтіннің түрлерімен танысасың. Мәтіннің ерекшеліктерін ажыратасың. Мәтінмен жұмыс жасауды үйренесің. Туған тілім. Дихан Әбілов. Туған тілім, бабам тілі, өз тілім. Туған тілім, анам тілі, өз тілім. Туған тілім, далам тілі, өз тілім. Туған тілім, адам тілі, өз тілім. Туған тілде сыры терең жаным бар. Туған тілде әнім менен сәнім бар. Туған тілім тіл болудан қалса егер, жүрегімді суырып ақ алыңдар. Сұрақтар ілмегі әдісі арқылы берілген сұрақтарға жауап берейік. Мәтін дегеніміз не? Жарайсыңдар. Мәтіндегі негізгі ойды қалай анықтаймыз? Тамаша. Мәтін неше бөліктен тұрады? Жарайсыңдар. Ойланайық. Күз келді. Айнала алтын түске боялған. Ағаштардың жапырақтары қызыл, сары болып жерге түскен. Құстар жылы жаққа ұшуға дайындалуда. Не істеді? Құмырадағы гүл өте әдемі. Оның қып-қызыл гүлдері көздің жауын алады. Хош иісті гүлдері мұрныңды жарады. Берілген сөйлемнің ішінде қандай сұрақтарға жауап беретін сөздер кездеседі? Қандай? Ежелден адамдар үйді кірпіштен салуды ұнатқан. Себебі кірпіш суда ерімейді, суықта үгілмейді. Ол күйдірілгендіктен берік болады. Бұл берілген мәтіннің ішінде қандай сұрақтарға жауап беретін сөздер жиі кездесіп тұр? Неліктен? Есте сақтайық. Мәтіндегі сөйлемдер өзара байланысқан болып келеді. Мәтіннің түрлері. Бірінен кейін бірі орындалатын әрекет, оқиға баяндалатын хабарланатын мәтін, әңгімелеу мәтіні. Не істеді деген сұраққа жауап беретін сөздер жиі кездеседі. Заттың немесе құбылыстың сын сипаты берілген мәтін сипаттау мәтіні. Сипаттау мәтінінде қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер жиі кездеседі. 3 бөліктен құралып, дәлелдеу пікірі, дәлелдеуді қажет ететін ой, қорытынды пікірі болатын мәтін, пайымдау мәтіні. Пайымдау мәтінінің құрамында неліктен деген сұраққа жауап беретін сөздер жиі кездеседі. Берілген сұрақтарды пайдаланып, мәтін құрастыр. Мәтіннің қай түрі екенін анықта. Суретке қарап, мәтінге қандай ат қояр едің? Қаны балалар, тапсырманы орындауға кірісейік. Олай болса, өзімізді тексереміз. Сынып оқушылары терезе алдындағы гүлді қопсытады. Оған уақытылы су құйып тұрады. Әңгімелеу мәтіні. Құмырадағы гүл өте әдемі. Оның қып-қызыл гүлдері көздің жауын алады. Хош иісі мұрныңды жарады. Сипаттау мәтініне жатады. Айболға мұғалім ескерту жасады.
Өйткені ол гүлді жұлып алып мұғалімге ұсынған еді. Пайымдау мәтіні. Қане балалар, өзімізді бағалап өтейік. Тамаша, мәтін құрастыра алдым. Мәтін түрін анықтап, мәтінге ат қойдым. Жақсы, мәтін құрастыра алдым. Мәтін түрін анықтадым. Орташа, мәтін құрастыра алдым. Қане, сергіту сәтін орындап, сергіп алайық. Енді біз демаламыз, айналаны шоламыз. Аяқ қолды кезектеп, оңға солға созамыз. Күн шыққанша сүйеніп, бәйше шектей иеліп, біз тынығып аламыз, жиі-жиі жаттығып, үлкен кісі боламыз. Сергіп алған болсақ, келесі тапсырмаларды орындауға кірісеміз. Сызбаны пайдаланып, пайымдау мәтінін құрастырып жаз. Дәлелденетін пікір. Өйткені, себебі, неге десеңіз, дәлелдеу. Сондықтан, сол себепті, демек. Қорытынды. Жарайсыңдар балалар, құрастырған мәтіндерің тамаша екен. Сипаттау үшін өзің ұнататын заттың суретін таңда. Осы затты сипаттауға тырыс. Ол үшін сипаттау мәтінін мен туралы айтқым келеді деп баста. Ары қарай сол заттың негізгі белгілерін, түрін, түсін, көлемін, қасиетін сипатта. Ол затқа деген сезіміңді білдіруді ұмытпа. Қане балалар, жетістік баспалдағы арқылы өзімізді бағалауды ұмытпайық. Мәтінді түсіндім, тапсырмаларды орындай алдым. Аздап қателестім. Себебі, бірақ тапсырманы толық орындай алмадым. Келесі тапсырма мынадай. Конвертте берілген тірек сөздерді қолданып мәтін құраймыз. Әңгімелеу мәтіні. Тірек сөздер мынадай. Мұғалім, мен, бару, сабақ, гүл, әдемі. Сипаттау мәтіні. Тірек сөздер мынадай. Үстел, кітап, дәптер, қоңыр, ақ, сынып. Пайымдау мәтіні. Тірек сөздер мынадай. Оқушы, дос, адам, себебі, көмектесу. Қане балалар, тірек сөздерді қолдана отырып, мәтін құрастырамыз. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Келесі орындайтын тапсырмамыз сәйкестендір. Мұғалім оқушыларға жаңа сабақты түсіндірді. Олар мұғалімнің әрбір айтқан сөзін мұқият тыңдады. Оқушылар сабаққа белсенді қатысты. Балалар, бұл қандай мәтін түріне жатады? Біздің сыныптың іші үлкен. Сыныпта қоңыр түсті орындықтар бар. Мектепке барған маған ұнайды. Себебі мектепте білім аламын және достарыммен уақытты қызықты өткіземін. Жауабымыз дайын болса, онда тексеріп көрейік. Бірінші сөйлем, әңгімелеу мәтіні. Екінші мәтін, сипаттау мәтіні. Үшінші нөмірдегі мәтін, пайымдау мәтіні.
Сендер сиқырлы қарандаш болатын білесіңдер ме? Бұл қалай? Түк қиындығы жоқ. Берілген пішіндерді сыныптағы заттарға айналдырып салып көріңдер. Қанекей балалар. Қаламызды қолға алып, қиялымызға ерік берейік. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Үй тапсырмасы 20-шы жаттығу 83-ші бетте орналасқан. Бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергенімізді білу үшін 5 бармақ әдісін қолданайық. 5 бармақ мен толықтай түсіндім, өзгелерге үйрете аламын. 4 саусағымыз мен барлығын түсіндім. 3-ші мен жартылай түсіндім. 2 маған тағы түсіндіру керек және мысалдар керек. 1 маған көмек керек. Аздап қиналдым. 0 мен мүлдем түсінбедім. Осымен балалар, бүгінгі қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.